Сәлем достар, бүгінгі киношолуда Т-34 фильмін бірге көреміз. Фильмнің негізгі желісі 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі оқиғалармен байланысты. Фильмдегі басты кейіпкер Ивушкин есімді танк командирі. Ол әскериліктерді майдан шебіне алып келеді. Ондағы рота командирі оның танк екенін бірден байқайды. Және майдандағы жалғыз қалған танкының командирі етіп тағайындайды. Оған неміс танкілері майдан шебін бұзып өтпеуін бұйырады. Неміс танкілерімен ерекше соғыс жүргізе отырып, оларды бірінен соң бірін жоя бастайды. Немістің оннан аса танкілері майдан шебіне қарай жүріп келеді. Ивушкин өз танк экипажымен олармен қиян-кескі шайқастар жүргізеді. Жау танкілерін бірінен соң бірін жоя бастайды. Жалғыз танкімен көптеген айла-тәсірлерін іске асырады. Жалғыз ғана танкімен қиян-кескі шайқастар жүргізіп, жаудың басым бөлігін жойып жібереді. Кенеттен өздеріне неміс танкісінің снаряды келіп тиеді. Олар қатты есеңгіреп қалады. Барлық танктердің көзін жойып, неміс қолбасшысымен бет-бет бірге қалады. Қалған екі танк бір-бірімен қиян-кескі соғыстар жүргізеді. Кенеттен неміс қолбасшысының атқан снаряды Ивушкиннің танкісін істен шығарады. Осы шайқаста неміс қолбасшысы жеңіске жетеді және Ивушкинді атып жарақаттайды. Осы кезде фильмнің басы аяқталып, арада 3 жыл уақыт өтеді. Осымен достар, фильмнің бірінші бөлімі аяқталды. Фильмнің жалғасын көру үшін жай ғана видеоға лайк басып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер.